Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін 12 наурыз күніне болжам. Бүгінгі күн негізі сәл стрессовый күн. Әсіресе қояндарға, бір жағынан тауықтарға да, барлық адамдарға денсаулықта байлаймыз. Бүгінгі күнде активация, четвертке қатысты активация жасаңыздар деп айтып жатырмын. Именно кофе с корицей, бүгін апельсин жеңіздер, тарелкаға домалатып, либо алақанға домалатып, маған ақша келеді, апельсин домала деген сияқты, өздеріңіздің сөздеріңізбен айтсаңыздар болады. Солай ақша шақыру болады. Енді бүгінгі күн 12 наурыз күні тышқандарға бүгін денсаулыққа қараймыз, бірақ бүгін тілектеріңіз қабыл болады, періштелеріңіз қасыңызда, адамдардан көмек сұраңыз. Бірақ денсаулықта бауыр, өт мәселесін абайлаймыз және аяқтың астына қарап жүріңіздер тышқандар. Тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туған болсаңыз, январьдың 4-іне дейін. Өйткені бір аяққа қатысты шамалы травма алып қалуы мүмкін. Жолдан абайлап өтіңіздер, машинаны абайлап айтамыз, либо просто аяғыңызды ұрып аласыздар, бір аяққа қатысты бір хромата болып тұр. Бүгінгі күн абайлаңыздар. Бірақ тілеген тілектеріңіз қабыл, жұмысқа қатысты жақсы нәтиже береді, бірақ ондай ақшаға емес қатты, бірақ просто енді жұмыста абыройыңыз көтерілуі мүмкін деп көрсетеді. Әрі қарай айтпақшы тышқандарға сол бүгін көп су ішіп жүріңіздер, өйткені бутылкамен қолдарыңызға су алып жүріңіздер, солай энергияны айналып өтуге болады. Бірақ енді сол періштелеріңіз қасыңызда, соның өзі өте күшті. Енді сиыр жылғы болсаңыз, немесе барыс жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, либо февраль айында туылсаңыз, барыс айында марттың 5-іне дейін. Сіздерге бүгін әдемілік жұлдызы, білімге қатысты жұлдыз, балдарыңыз біліммен қатысты қуанасыз ба балдарыңыздың, либо өзіңіздің біліміңізге қатысты бір қуануыңыз мүмкін. Бірақ әдемілікке қатысты да көп ақша шығарып жіберулеріңіз мүмкін. Егерде бойдақ болсаңыздар, танысуға жақсы, мүмкін өте әдемі көрінесіздер. Бірақ сол әдемі боламын, әдемі болуым керек деген сияқты соған көп бір ақша шығарып жібермеңіздер. Ертең кейін оны пайдаланасыздар ма, пайдаланбайсыздар ма, сол жағын абайлайсыздар ғой. Ақшаны көп сол именно әдемілікке қатысты шығындау өте көп болып тұр. Сол жағын қараңыздар. Қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, апрельдің 4-іне дейін сіздерге арналады. Бүгінгі күн сүйектеріңізге қатысты абай болуларыңыз керек. Мұрын, арқа, вообще сүйекке қатысты абай боламыз. Әсіресе кішкене балдарыңыздың. Либо сіз өзіңіз ер адам болып, үйіңіздің кішкентай ұлы медіңіз, жасыңыз 30-40-қа келсе де, сізде абайлауыңыз керек. Қояндардың барлығы абай болу керек бүгінгі күнде. Бірақ бүгін барынша ешақ болып жұмыс жасайтын күн. Сол кезде ғана ақша келеді. Бүгін жалқауланбаймыз. Мамаңызға қатысты, мамаңыздың бір, либо мамаңызға қатысты бір тірліктер көбеюі мүмкін. Либо өзіңіз үйге қатысты тірліктер көп болуы мүмкін. Либо жер алу, бір әйтеуір недвижимостьке қатысты жұмыстар көбейеді, либо үйдің тірлігі ма деп ойлап тұрғаным. Бүгін барынша сол көз қорқа, қол батыр деп жасамай жүрген тірліктерін барын жасауға өте жақсы. Бірақ бүгінгі күнде сол қояндарға қарыз берме, қарыз алма деп айтар едім. Ұлу жылғы болсаңыз, немесе жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылған болсаңыз, немесе май айында туылған болсаңыз, июньнің 7-сіне дейін сіздерге арналып, бүгін той, либо бір жерге барып қыдырып қайтасыздар ма, әлде қонақтар келе ма үйіңізге, немесе балдарға қатысты азаннан бастап, кештен басталды ғой энергия. Балдарға қатысты бір мәселе болуы мүмкін, либо немерелеріңізді, балдарыңыз, қыздарыңыз бір қуантуы мүмкін, соларды айтып, бірақ балдарым мені тыңдамады, менің айтқаным істемей жатыр деген сияқты бір мәселе де болуы мүмкін. Эмоциямызды ұстаймыз, ұрыспаймыз. Ешкімге бүгін ақыл айтпаңыздар, бастықтарыңызбен, сол балдармен қатысты сондай сәл стресс болуы мүмкін, тыңдамады, либо сізді бастықтар тыңдамады деймі, және мигрень, бас ауруы болуы мүмкін, абайлаймыз. Жылқы жылғы болсаңыз, немесе июнь айында туылған болсаңыз, шілденің 7-сіне дейін сіздерге арналады. Бүгінгі негізі осы ай, осы жыл, және осы ай недвижимостьке қатысты бір мәселелер қозғалады. Үйге қатысты, үй алып жатсыздар ма, көшіп жатсыздар ма, үй береміз деп сіздер шақыртып жатыр ма, либо жилстрой, либо үкіметтен тегін үй алып жатсыздар ма, бір осындай мәселелер шығады. Бірақ бүгінгі күнде де сол бір недвижимостьке қатысты бір документтермен жүгіруіңіз мүмкін. Либо соны просто ойлап қоясыздар ма, бірақ бүгін денсаулыққа да қара.
ұшынып қалма, қарыз алма, қарыз берме бүгінгі күнде. Бүгін просто сіздерге недвижимость, мамаңызға қатысты бір мәселелерде шығуы мүмкін, өзіңіздің де недвижимостіңіз, бірақ денсаулықты да абайлаймыз. Қарыз бермейміз, қарыз алмаймыз, негатив энергияны басу үшін сол жігіті проблемалардан қылталарыңызға тұз салбасаңыздар, жылғылар. Қой жылғы болсаңыз, немесе мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылған болсаңыз, немесе август айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күн әңгіме сөзге бір әңгіме сөз болуы мүмкін. Бірақ өзіңіз әңгіме айтпаңыздар. Өткен сіз айтты деп сондай бір қатты болып, кішкене ғана болмайтын нәрсе үлкенге дауға айналып кетуі мүмкін. Абайлаймыз. Және затыңызды ұрлатып алудан, тастап кетуден, ұмытып кетуден абайлаймыз бүгінгі күнде. Қой мешіндерге бүгін сол денсаулықты қара, машинаны абайлап айда, жолдан абайлап жүр, өйткені металдан шамалы бір соққы алуың мүмкін деп көрсетеді. Және бүгінгі күнде сіздерге айтарым, бір ақша жағынан, либо жұмыс жағынан сол проблема болып тұр, біреуден қарыз сұрап тұрсыздар ма, қарызға ақша. Сол сізді әңгіме қылып тұр ма енді. Именно әйел адамдардан бір көңіліңізға, әйел адамдар сізге ренжіп тұр ма, бір осындай мәселе. Егерде әйел адам болсаңыз, әйел адам мамаңыз, әйеліңі, енеңіз, бір әйел адамнан. Ер адам болсаңыз, әйеліңізде мүмкін, өзің мамаңыздан мүмкін, сол бір осындай мәселелер шығып тұр. Сондықтан өзіңіз главный әңгіме айтпасаңызшы. Бүгінгі күн өтеді, активация жасаңыздар, сәттілік болсын. Тауық жылғы болсаңыз, немесе сентябрь айында туылған болсаңыздар, бүгін сіздерге өте жақсы жұлдыздар келіп тұр. Сәттіліктің, ақшаның энергиясы келіп тұр. Ол кештен басталды. Біреу қарыз ақшаларыңызды беріп жатыр ма, әлде біреу сыйлыққа бір нәрсе беріп жатыр ма енді. Жағынан бүгінгі күннің энергиясы бір тез бола қоймады, балам тез айтқан істей қоймады дейсіз ба. Бірақ енді балдарыңыз айтқаныңызды істейді ғой, жақсы балдар дейсіз, бірақ соған бір күйіп, пісіп, шаршап, соған тез жасай қоймады, мен тез айтқанымды істей қоймады, осы тез бола қоймады, тез ақша таба қоймады дейсіздер ме. Әйтеуір бір тез жасамады, тез айтқанымды істемеді деген нәрсеге ғана сәл энергия ғана дұрыс емес, бірақ балдарыңыз жақсы. Шыдамды болыңыз, әр нәрсені артын бақылаңыз, күтіңіз, әліптің артын күт деп атады ғой үлкендер. Сол сияқты бүгін барынша сол өзіңізді көрсетіңіз, активный болыңыз, сол кезде сол жақсы ақшаның, сәттіліктің энергиясын тартасыздар деп көрсетеді тауықтар. Сондықтан сентябрь айында туылсаңыздар, бүгін барынша активный болыңыздар. Ит жылғы, немесе доңыз жылғы болсаңыз, немесе октябрь айында туылған болсаңыз, немесе ноябрь айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күн бойынша недвижимостьке қатысты бір мәселелер, сол үйге қатысты тілектер көбейе ма, әлде бір ақша мәселесі, бір үйге қатысты алып едім, соны кредит төлейтін күн дейсіздер ма бүгін, білмеймін, әйтеуір бір үйге жаратқан нәрсеге сол бір шығындалу, либо просто ойлап отырсыздар ма, үйді сату керек еді, осыны үйдің бір несіне шығындалуым керек еді. OLX-ке салсаңыздар болады бүгінгі күнде, үйді сатам дейтін болсаңыздар, ит жылғы, доңыз жылғы, либо октябрь, либо ноябрь айында туылған болсаңыздар, немесе әйтеуір бір недвижимостьке қатысты мәселе, мамаңызға қатысты бір тірліктер, мамаңыздың бір жұмыстарын орындауым керек дейсіздер ма, бірақ денсаулықты абайлайсыздар. Өйткені осы жылы иттерге әсіресе буындарыңызға абай болыңыздар. Картаңызда ит бар болатын болса, октябрь айында туылған болсаңыз, либо картаңызда просто ит бар болатын болса, буынды абайлаймыз деген. Бүгін барынша шаршамаймыз, жәймен ғана өзіңіздің ауаныңызбен ғана жұмыс жасаңыздар, онда қатты бір активный болмайық та қойыңыздар. Бірақ егерде енді бүгін уже азанмен уже қан тапсыру уақыты бітіп қалды ғой, бүткіл корректор металдарды тағып алсаңыздар, кәдімгі бүткіл бір саусағыңыз өзіне 2 сақинадан тағып алып осы бүгін шиковать ететін күніңіз, тарс-тарс етіп металдан бүткіл цепочкаларыңызды тағып алыңыздар. Егерде бойдақ болсаңыздар, бүгін танысуға өте жақсы, әсіресе жас жігіттер қарауы мүмкін, егерде әйел адам болатын болсаңыз. Немесе өзіңіз ер адам болатын болсаңыз, өзіңізден бір үлкен көрінетін, әлде жас үлкен әйелдерге қарауыңыз мүмкін. Бүгінгі күнде солай. Күн өте жақсы сәтімен өтсін, сәттілік, активация топқа тіркеліңіздер. Өйткені ішінде өте жақсы сабақтары болып жатыр. Күндеріңіз өте керемет өтсін.